Түнде дауыс өзгерді, бірақ ол жалғыз емес еді. Жын шығару рәсімі сәтсіз аяқталды. Соны не болды? Молда Құран оқығанда бөлме қараңғы болып кетті. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Атырау облысындағы кішкентай ауылдардың бірінде 17 жастағы Данияр деген бала тұратын. Ол бұрын тыныш, сабақты жақсы оқитын бала еді, бірақ соңғы уақытта мінезі өзгеріп кетті. Түнде ұйықтамайтын болды, бөлмесінде жалғыз сөйлесіп отыратын. Анасы бір күні түнде оянып кетіп, Даниярдың бөлмесіне кірді. Бала төсекте отырған жоқ, ол терезе алдында тұр екен. Сыртқа қарап, "Мен сені көріп тұрмын, кір", деп сыбырлап сөйлеп тұрды. Анасы қорқып, "Кіммен сөйлесіп тұрсың?" деді. Данияр жай ғана бұрылып қарады. Көздері біртүрлі еді. Сосын жай ғана "Ол қазір келеді" деді. Келесі күндері үйде түсініксіз нәрселер басталды. Түнде есіктер өзінен өзі ашылатын болды. Ас үйдегі ыдыстар құлайтын, теледидар өзі қосылатын. Бір күні анасы таңертең ас үйге кірсе, қабырғаға көмірмен жазылған сөз тұр екен. "Ол менікі". Анасы қатты қорқып кетті. Ал Данияр ештеңе білмегендей жүрді. Бір күні түнде анасы айқайдан оянып кетті. Данияр бөлмесінде айқайлап жатыр екен. Ол төсекте жатқан жоқ, төбеге қарап отырған. Денесі дірілдеп тұр, дауысы өзгеріп кеткен. "Кетіңдер", деп айқайлады. Бірақ бұл оның дауысы емес еді. Жуан әрі бөтен дауыс шықты. Анасы жылап жіберді. Ертеңіне олар ауылдағы молданы шақырды. Молда Даниярды көрген бойда үндемей қалды. Сосын жай ғана "Бұл жай ауру емес" деді. Ол Құран оқи бастады. Сол кезде Данияр кенеттен күле бастады. Қатты әрі қорқынышты күлкі. "Ол кетпейді", деді Данияр бөтен дауыспен. Молда оқуды күшейтті. Сол кезде бөлмедегі шам өшіп қалды. Молда тағы бір күні келді. Бұл жолы жын шығару рәсімін бастады. Даниярды төсекте ұстап отырды. Құран оқылып жатты. Кенеттен бала қатты дірілдей бастады. Көздері төңкеріліп кетті. Ол кенеттен айқайлады, "Мен оны тастамаймын". Терезе өзінен өзі тарс жабылды. Шам жыпылықтай бастады. Бөлме мұздап кеткендей болды. Молда қатты дауыспен дұға оқыды. Данияр кенет тынышталды. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын бала жайлап жылады. "Анашым, ол кетті", деді. Содан кейін бәрі тыныш болды. Үйде енді ештеңе болған жоқ. Бір ай өтті. Данияр бұрынғы қалпына келді. Бәрі ұмытыла бастады. Бір күні анасы бөлмені жинап жүріп, төсектің астынан екі қағаз тапты. Онда былай жазылып тұр екен: "Мен әлі осындамын". Сол түні Данияр тағы да сөйлеп жатқанын естіді. Бөлмесіне жақындап келді. Ішінен сыбыр шықты. "Бұл жолы мен кетпеймін". Есік баяу жабылды. Осыдан кейін не болғанын ешкім білмейді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.